Салт дәстүр сөйлейді. Отбасы хрестоматиясы. Авторлар Санжар Керімбай, Болат Бопайұлы, Мұхит Төлеген, Әділбек Нәби, Асылтай Тасболат. Алғы сөз. Мен Болат Бопайұлы Жұтақажы 1960 жылы Қытайдың Алтай аймағы Көктоғай ауданы Қу-ертіс қаласында дүниеге келдім. Мектеп жасына жеткен соң қазақ бастауыш сыныбына барып, ана тілімде білім алдым. 1969 жылы ата-анам Дүре деп аталатын аудан орталығына көшіп келді. Бұл ауыл қазақ салт дәстүрінің қаймағы бұзылмай, әдемі сақталған кереметтей құтты мекен екен. Менің бағыма орай Дүреде 7 тілді жетік меңгерген, орта жүздің керей руының ішіндегі Ителі тайпасынан шыққан имам ағзам Төкенұлы есімді қазыналы қария тұрады екен. Сол кезде жасы 75-тен асқан бұл ақсақал ұйғыр, қытай, түрік, араб, парсы, шағатай тілдерінде емін-еркін хат жазып оқи алатын. Бүкіл қазақ, түрік, араб халықтарының тарихын, аңыз дастандарын жетік меңгерген нағыз ғұлама ғалым екен. Этнограф деп осы адамды айт. Құран кәрімді араб тілінде әдемі мақамға келтіріп оқыған соң, қазақ тіліне мөлдіретіп аударып беретін. Күллі адам баласының жаралу тарихын, 18 мың ғаламның сырын сорғалатып, әңгіменің тиегін ағытқанда, алдында отырған әлеумет ауыздары ашылып отырып қалушы еді. Елдің бәрі, адам баласында мұндай да білімді адам болады екен-ау, деп таңғалатын. Қазақ халқының бүкіл салт дәстүр, әдет ғұрып, ырым-тыйымдарының түп тамырын, қайдан шыққанын дәйекті, мәнді мағыналы аңыздармен таратып айтқанда айызыңды қандырады. Бүкіл ауыл аймақ, дүйім жұрт осы ақсақалдың аузына қарайды. Мен оның немересі Иманғазы Оқапұлымен бір сыныпта оқып, сабақтас болдым. Бір күні Иманғазыға еріп, атасына сәлем бере бардым. Білімді адамның бітімі де бөлек болады екен-ау. 75-тен асқан қарияның бетінде бір тал әжім сызықтары көрінбейді. Ақсақалдың сақалы ғана емес, мұрты мен қастары да қардай аппақ. Бірақ сонда да ақ түсті сақал мұрты имам ағзам атаны еш қартайтып көрсетпейді. Қайта оны киелендіріп, әулие адамдай сән бітіріп, бойына шарапат дарытып тұрғандай. Бір қарағанда періште ме деп ойлап қаласың. Бүркіт қабағының астындағы үлкен қоңыр қой көзі өткір әрі мүп-мөлдір. Күн шығыласындай жылы мейір, ыстық нұр төгіп тұр. Мен «Ассаламу-алейкум» деп атаға сәлем бердім. Сәлемімді мейірлене алған имам ағзам ақсақал қолымды күректей жап-жалпақ алақанымен қысып тұрып, білместің су қараңғы, көзі соқыр, ойпыл-тойпыл жүрегі соғып отыр. Ақылдың қалтасының түбі тесік, біле алмай әр нәрсеге аң-таң отыр, деп бір шумақ өлең оқыды. Мен ол кезде 9 жаста едім. Мұндай терең мағыналы өлеңді қабылдай алмадым. Сосын біз шай дастарханына отырдық. Ақсақал маған мейірлі күн көзімен шуақ түге қарап отырды да, жап-жарық түн еді бейне күндіз, самсаған қара аспанда сан мың жұлдыз. Әлемнің алтын нұрлы кең сарайын аралап жүзіп жүрдай сұлу қыз, деді. Мен екінші өлеңге қызығып қалдым. Өйткені сол заманда айлы түндерде ауыл балалары жиналып, ақсүйек, жасырынбақ, тепкішек ойындарын ойнайтынбыз. Аспанда ай толғанда нұрына шомылып, шешеке деген ойын ойнап, толған ай туралы ән салып, ауылды әнмен тербеуші едік. Мен, ата, мына ай туралы өлеңді жазып алайыншы, дедім. Ол кісі, балам,
Оған қарағанда бірінші өлең жақсы. Алдымен соны жазып ал. Екінші өлең оған жетпейді, деп әдемі қобыз сарынды үнімен күмбірлей тіл қатты. Расын айтайын, маған ай туралы өлеңі ұнап еді. Бірақ ол ойымды қарияға айтпадым. Сөмкеден қалам қағазымды алдым да, төр алдында жайылы жатқан оюлы сырмақтың үстіне етбетімнен жата кеттім. Екі өлеңді де жазып алдым. Қария: «Қане балам, жазғаныңды оқышы», деді. Мен өлеңді өз әлімше мәнерлеп оқып бердім. «Бәрекелді балам. Болар бала боғынан деген. Өзің бір болайын деп тұрған бала екенсің. Талабыңа нұр жаусын. Алған бетіңнен қайтпа», деді де, ұрттап отырған шайына дем салып, сарқытын маған қос қолымен ұсынды. Мен еш тартынбастан ұсынған шайды сіміріп алдым. Осыдан кейін ақсақалдың үйіне күн құрғатпай баруды әдетке айналдырдым. Қазақ халқының тарихын, өлең жырларын, аңыз әңгімелерін, мақал-мәтел, салт дәстүрлерін, аспан есебі туралы көптен көп шығармалар жазып алып жүрдім. Жазған сайын сол дана қарттың сарқытын ішуді ұмытқан жоқпын. Басында қария үйреткен баға жетпес рухани қазыналардың қадір қымбатын бірден түсіне қоймадым. Бірақ сонда да өзім құралпы балалар арасында айтып, мақтанып жүрдім. Үлкендер көңіл бөліп, тақпақ айтқызса, марқайып қалатынмын. Өзбей жаза берген соң, қол жазба қорым да молыға берді. Білім де кемелдене түсті. Қайран балалық, санасы саяз, білімі төмен, аңғары аз, сары ауыз кез ғой. Талай заттың байыбына бармай, құр көшіре беріппін. Қазір қарап отырсам, ақсақал маған рухани білімнің талай нәрін қалдырып кетіпті. Енді ойласам, менің жазушы, зерттеуші, этнограф болуыма түрткі болған имам ағзам ақсақал екен. Көкірегіме білім ұрығын шашып, көңіліме жарық нұр түсірген ұлы ұстазым имам ағзам атаның шарапаты екен-ау. Я, дана қартпен менің балалық өмірімнің арасы шалғай болды. Менің ол кісіден білім алуым 9 жылға ғана жалғасты. Дана қарт 1980 жылы дүниеден озды. Мен бейне бір нәр алатын білім бұлағым бітеліп қалғандай қапалы күй кештім. Бірақ Дүре ауылында ол кісіден басқа Нұрғали, Қабылхақ, Әндістан, Байғали, Қоңырбай, Кәмелден есімді қариялар да бар еді. Дәл имам ағзам қарттай болмаса да, олар да бірталай қиссалар мен аңыздарды жатқа соғатын. Олардан да мол рухани мұраларды үйреніп, мол деректі хатқа түсіріп жаза бердім. Сөйтіп жүргенде Совет одағы ыдырап, атамекенге жол ашылды. 1993 жылы Қазақстанға бір жола көшіп келіп, Алматы қаласына орналастым. Отанға оралған соң, қазақ жастарының бір кәдесіне жарап қалар деген ізгі ниетпен Қытайдағы қазыналық қарттардан жазып алған білімдерді сұрыптап, қазақ кәдесі, қазақ наурыз намасы, қазақы түйе жару, қазақтың алғыстары мен қарғыстары, бастаудан бақиға дейін, қазақ мінезі, қазақ аспан есебі деген кітаптарды жарыққа шығардым. Қазақ халқының ғұрыпты ғұмырын білмей, әулие бабалар салған мағыналы өмірге жалғану қиын. Шынымды айтайын, кей кездері ешкімге ештеңе керек еместей көрінген кездер де болды. Себебі ол кезде Қазақстан өте қиын кезеңдерді бастан кешіп жатты. Мен осы өмір бақи керексіз атты жинап теріп, өмірімді босқа өткізген жоқпын ба, деп торыққан сәттерім де болды. Бірақ алмас кезді қап түбінде жатпайды деген сөз рас екен. Әулие аталардан қалған киелі аңыздар мен мағыналы салт дәстүрді сақтап қалуға тырысқан жастар легіне ақыры Құдай кезіктірді. Сол жігіттердің жігері маған да қайрат бітіріп, осы кітапты жазуға шын ықыласыммен атсалыстым. Қолдан келген көмегімді аямадым. Абзал Қоспан інім қолға алған осы игі іске барынша пайдалы болуға бейіл болдым.
Алдыңғы бабалардан жазып алған барлық мұраларымды еш қызғанбастан осы жігіттермен бөлісуге тырыстым. Аманатқа қиянат жасаған жоқпын деп ойлаймын. Өмірден өтіп кеткен қазыналы қарттарымның әруақтары маған риза шығар деп үміттенем. Ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бабалар аманаты сіздерге де мол шарапаты мен шапағатын тигізеріне өзімнің еш күмәнім жоқ. Болат Бопайұлы Жотақажы, Қазақстан Жазушылар одағының, Халықаралық Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, Қытай Шыңжаң фольклор зерттеу қоғамының мүшесі, Қазақ тілі мен әдебиеті оқулығын құрастыру қоғамының мүшесі, жоғары дәрежелі оқытушы. Қазақтың ділі мен діни санасы өлмейді. Қазақ мәдениетінің мәніндегі діни сананың мазмұны исламнан бастау алады. Діни сана ислам құндылықтарын ақпараттық сұрыптау рөлін атқарады. Діни сана ұлттың болмысы, табиғаты, ерекшелігі. Ұлттың мәдени қабаттарына үңіліп қарасаңыз, бұған көзіңіз жетеді. Ең басты мәдениет қабаты тіл десек, осы тіл арқылы исламның құндылықтық, ақпараттық, дүниетанымдық, ділдік, психологиялық, эстетикалық, этикалық және тағы да басқа ұғымдары, түсініктері, тұжырымдары, анықтамалары орныққан. Одан кейінгі мәдениеттің көрсеткіші халықтың дүниетанымдық қоры, тарихы мен өнері, ахлағы мен әдет ғұрыптары, сәулеті мен құқығы, жазуы мен әдебиеті, сазы, жыры мен тұрмысы болып жалғасып кете береді. Осы қабаттардың мәні мен мазмұны діни санамен үйлесім тапқанда ғана ұлттық мәдениеттің болмысы мен табиғаты ашылады. Бір сөзбен айтқанда, діни сана өзін қоршап тұрған мәдени қабаттардағы құндылықтық өлшемдерді сақтап тұратын қазына сияқты. Сол қазына кейде ұмытылып, кейде әлсіреп жатады. Діни сана тарихи сүрлеумен жаңғыра отырып, ұлттық мәдениет пен рухани тұтастыққа нәр беретін сипат табады. Діни танымның сабақтастығы деген осы. Діни таным көп. Біздің діни танымымыздың тәжірибесі мен тарихында Ханафи, Матуриди мен Яссауи мектебінің орны ерекше. Фикх, қалам мен тәрбие, яғни құқықтық, доктриналық және моральдық құндылықтарымыздың қалыптасу мектептері мен діни тәжірибесі. Негізі, кез келген ұлттың ерекшеліктері діни танымы арқылы ажыратылады. Мысалы, кез келген қазақтан қашаннан бері мұсылмансың деп сұраса, әлімсақтан бері деп жауап береді. Я, солай, қазақ әлімсақтан бері мұсылман халық. Әлімсақ деп адамзат жаралмай тұрғандағы тәңірі мен рухтар арасындағы антты айтамыз. Соған қарап, қазақ мұсылмандық түсінігінің жалпы адамзаттық құндылықтарды ішіне қамти алатындай мазмұнды екендігін көруге болады. Қазақ болмысының мазмұнында ислам жатыр дегенде осы ақиқаттар ойға оралады. Бұл ерекшелік оның тұрмысымен біртұтас. Енді осы ерекшеліктерді қолға ұстап, сезініп, танып білуге бола ма? Әрине, ол үшін қазақтың мақал-мәтелі, жыр дастаны, аңыз әпсаналары, салт жораларына үңілсеңіз жетіп жатыр. Осы қазыналарға қарап, сол халықтың діни сана ерекшеліктерін тани аласын. Діни тәжірибеге категориясының ішіне діни білім беру де кіреді. Діни білім компоненттері ұстаз, кітап, медресе қазақтың діни тәжірибесінде үзілген емес. Мысалы, Рабғузидің Қисса сүл әнбиясы медреселерде 12 пәннің құрамында оқытылған. Ал медреседе тәлім алып, ұстаздың алдын көрген ақын жыраулар қисса сюжеттерін
тұрмыс салтпен байланыстыра отырып жырлаған. Бұл өз кезегінде ұлттық дәстүрлер мен ырым-тыйымдарға сакральды мазмұн дарытты. Исламның сенім негізіндегі иман шарттарына сенген адам мұсылман. Пайғамбарларды үлгі ете отырып жырлаған жыр, айтылған термелердің мазмұны осы негіздерді тұтас қамтып, тұрмыстық мән иеленуіне жол ашты. Сенім негіздеріне табан тірей отырып, баяндалған қиссалар арқылы қазақ мәдениеті эстетикалық, шығармашылық, дүниетанымдық қырынан байи түсті. Сюжеттердегі шығармашылық серпін, эстетикалық ізденіс дін негіздеріне қайшы келмейді. Оған көңіл айту салтының шығуына негіз болған кітаптағы мына қисса арқылы көз жеткізуге болады. Қабыл әбілді таспен ұрып мерт қылады. Ұлынан айырылған адам ата басын көтермей, жер бауырлап жатып қалады. Хауа ана екеуі қайғыдан қан жұтады. Тәңірі періштелерге: адам мен Хауаны жұбатыңдар, көңілдерін демеп, жандарына медет болыңдар. Сабырға шақырып, менің мейірім шапағатымның мол екенін жеткізіңдер, дейді. Жебірейіл бастаған барлық періштелер адам ата мен Хауа анаға келіп көңіл айтады. Тәңірінің шексіз мейірім нұрын жүректеріне құяды. Тәңірі ақырын берсін, жақсылық пен игіліктен күдер үзбеңдер, деп уатады. Бұл жайында қара өлең нұсқаларында: адам ата, Хауа ана түп анамыз, жалғанды бүйтіп жүріп жұбатамыз, содан бізге қалыпты мирас болып, өлгенге көңіл айтып жұбатамыз деген шумақтар қалыпты. Көп кешікпей Тәңірі тағала екеуіне Шиш атты ұлды нәсіп етеді. Әбілге қатты ұқсайтын сәбиді көріп, екеуі көңіліндегі қайғы шер мен мұңды жойған екен. Қазақ дінді ардың көзі, рухты, қалыпты, адамдықты сақтаудың өлшемі ретінде қабылдаған. Негізі ислам дінінің мәні де, соңғы пайғамбарларымыздың міндеті де осы. Бұл құбылыстарды талдап түсіндірудегі мақсат біреу. Кеше советтік қызыл режимнен діни санамыз өлімші болса да, аман қалды. Кейбір мәдени қабаттарымыздағы құндылықтар да діни мән ретінде қарастырылып, қысымға ұшырады. Мәселен, жоғарыдағы көңіл айту салты сакральды мәнінен айырылып, профанды сипатқа түсті. Тәуелсіздікпен бірге діни сана жаңғырып, оның қоршаған мәдени қабаттарына да көктем келді десе болады. Бірақ қазіргі таңда қазақ мұсылмандығын ширкпен, діни санасын шаманизммен байланыстырып, діни танымы мен тәжірибесін жоққа шығару белең алып барады. Діни санамыздың айнасы болған жырлар, қиссалар, дастандар, термелер мен әдеби мұралар ревизияға ұшырады. Қоғамда неосалафилік діни таным үстемдікке ұмтылуда. Осы кезде қазақ мәдениетінің мазмұны, мәні болып табылатын діни сана тұншығып отыр. Себебі діни сана өзіне тән діни таным мен мәдениетті ғана қабылдайды. Басқа таным оған жат, бөтен. Бүгін қазақтың діни санасы екі діни таным арасында қалды. Оның қоғамдағы көрінісі қазіргі жұрт кісі бақилық болған жерде дәстүрді я ұстанарын, я ұстанбасын білмейтін жағдайға жетті. Сондықтан қазаққа діни санасын, яғни ұлттық, мәдени қабаттарын сақтап қалу үшін өзінің төл діни танымын жаңғыртып, оның білім беру жүйесінен ойып, орын алуына өзін қазақпын деген әрбір жас аянбай еңбек жасауы керек болып тұр. Себебі діни сана өзгерсе, мәдени қабаттарда өзгеріске ұшырайды. Оны өзгертетін де, сақтап қалатын да қазақтың бүгінгі жастары. Бұл кітапты білім беру жүйесіне, педагогикалық үдеріске пайдалану, білім алушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыруға игі ықпал етері сөзсіз. Мына кітап дәстүрлі құндылықтардың дамуына,
өмір сүруіне жол ашатын бастау. Бастау деген себебім мәтінді ұсыну методологиясы да қазақ діліне сай таңдалып алынған. Сондықтан қолыңыздағы кітапта қазақтың діни санасының табиғаты тұтас мәтін ретінде жинақталған. Бұл мәтінді кешегі советтік жүйе кезінде таппай қалдық. Себебі ондай мәтіндерді оқытуға тыйым салынса, бүгін неосалафилік тенденция бұларды қажет етпей ревизиялағысы келеді. Қайталауға тура келеді. Бұл кітап жаңа бастама. Мұнда қазақтың діни санасынан орын алған тыйымдар мен ырымдар, ислами мәнде ұлт жадында сақталған дүниелер теріп жинақталған. Бұл қазынаны кешегі және бүгінгі ұрпақтар арасындағы сабақтастық арқылы қайта жаңғыртып, ел тұтастығы мен тұрақтылығына пайдалануға болады. Қазақтың мұсылмандық табиғатын ашып тұратын, сипаттайтын, танытатын, байытатын осындай мәтіндерді іздеп, ел игілігіне ұсынып отырған жастарға, шәкірттеріме алғысымды білдіремін. Кенжетай Досай Тұрсынбайұлы, философия және теология ғылымдарының докторы, профессор, Астана қаласы. Желісін іздеп түйсіктің. Зиялы жұрттың мойнында рухани бір міндет болады. Ол міндет өзінен кейінгі ұрпаққа рухани құндылық қалдыру. Құнды дүниелерді қалдырғанда, олардың теориясы мен формуласын ойлап табудан да маңызды жұмыс бар. Ол өткен замандағы сан түрлі тарихи оқиғалардың себебінен, соғыстардың кесірінен жоғалып, ұмыт қалған жәдігерлерді оқырманмен қайта қауыштыру. Қазақ халқы тарихи тамырын іздегенде, көнеден келе жатқан түрлі аңыз, ертегісіз, шежіре мен тарихи қолжазбасыз өзінің өткенін тереңнен саралай алмайды. Мемлекет басқарған тұлғалар, ел қорғаған батырлар мен әділ шешім жасаған би-шешендердің есімдері өткен тарихта қандай құрметпен аталса, әдебиет пен тарихтың, архитектура мен өнердің, астрономия мен медицинаның, дін мен философияның дамуына ерекше үлес қосқан ғалымдардың есімдері де сондай құрметпен аталуы тиіс. Бүгінгі ғылым өткен ғасырларда өмір сүрген оқу білімнің сан алуан саласында тамаша туындылар қалдырған ғалымдардың еңбегін жаңа форматта оқырманға ұсынумен, көне еңбектерге жаңаша өмір сыйлаумен айналысады. Бұл кітап жайлы пікір жазғанда мен осыны ерекше атап өткім келеді. Өткенді саралау арқылы құпияға толы рухани құндылықтарды іздеу мақсатында әлемде сан түрлі кітаптар жазылды. Бұл бүгінгі қоғамның ұмытылған дүниені қайта тірілтуге деген талпынысының бір көрінісі. Джоан Роулинг есімді британдық жазушы, сиқыр мен ғажайыптың күшімен әділетсіздікке қарсы күрескен Гарри Поттер туралы кітап жазып, миллиондаған оқырманның жүрегіне жол тапты. Харуки Мураками есімді жапон жазушысы адам өміріндегі кейбір құпияларға негізделген тың әңгімелерімен сан мыңдаған оқырманның сүйікті жазушысына айналды. Мұсылман ғалымдары да қазір осы бағытта қарқынды еңбек етіп жатыр. Олар бұрынғы өткен ғұлама, ақын, әулие бабаларынан мирасқа қалған мағыналы жырлар мен құнды шығармаларды архивтерден қопарып, қарапайым халыққа қайтарумен айналысып жатыр. Ғалымдардың басты мақсаты үнемі жаңа нәрсе ойлап табу емес. Бұрыннан бар, халық арасына кең тараған, алайда бұл күндері ұмытылып бара жатқан көнерген дүниелерді қайта тірілтіп, оларды жаңа ұрпақпен қайта қауыштыру да ғалымдардың міндетіне кіреді. Мысалы, Иран ғалымдары қазір пайғамбарлар қиссасын, Мұхаммед пайғамбар мен 4 халифаның өмірбаяндарын, Лұқпан хакім мен әділ патша Ануширванның басынан кешкен хикаяларын және әулиелердің антологиясын шаң басып жатқан жерінен жарыққа шығарып, қайтадан жинақтап,
жан-жақты зерттеп, оларды қарапайым жұрт оқи алатын кітап етіп, жыл сайын мыңдаған тиражбен басып шығаруда. Бұлардан бөлек тәрбиелік мәні зор қисса аңыздардың негізінде мультфильмдер түсіріп, барынша насихаттап жатыр. Қолыңыздағы кітап та осындай игі талпыныстың нәтижесінде шетелде емес, өз отанымызда дүниеге келген рухани қазына. Қалың оқырманға арналған бұл кітапта бір жағынан салт дәстүр, әдет ғұрып, екінші жағынан дінімізбен ұштасып жатқан ырым тыйымдар мен аңыз хикаялар жинақталған. Ұмытылып бара жатқан қиссалар мен салт дәстүрді насихаттайтын бұл кітап сәбилік шақ, қалыптасу кезеңіндегі жөн жоралғылар, табиғатпен тіл табысу, өмірден кейінгі өмір, қазақ дүниетанымындағы сакралды ұғымдар және сұрақ-жауаптар атты бірнеше бөлімнен тұрады. Осының ішінде маған ерекше ұнағаны табиғатпен тіл табысу бөлімі болды. Экофилософиялық мәндегі аңыздар жан-жануарлар мен өсімдіктерге киелі сипат дарытып, адамның табиғатпен үйлесім табуына жол ашады. Экологиялық проблемаларды жылдан жылға күрделеніп бара жатқан Қазақстан үшін мұндай тың әдісті қолдану расында да үлкен жаңалық. Әр бөлімде дін мен киелі ұғымдарға қатысты аңыз хикаялар жинақталып, олардың қайнар көзі Құран кәрім мен пайғамбарлар өмірінен бастау алатындағы мазмұнды қиссалармен баяндалған. Әрбір аңыз бен хикаяны халық аузынан, көнекөз қариялардан ерінбей жазып алып, құрастырған авторлардың бұл еңбегі сөз жоқ, құнды. Исламның негізгі қағидасы адамды кемелдікке жетелеу. Бұл дүниеде тоқтаусыз рухани дамып отырғанда ғана адам кемелдіктің жоғары сатысына көтеріле алады. Әр адамның қабілет, қарымы әр түрлі десек, исламда соны игерудің ортақ шарттары көрсетілген. Қарапайым мысал, қандай да бір істі бастар кезде, есті адам өзінің шама шарқын екшеп барып іске кіріседі емес пе? Исламдық дүниетаным қайнарынан сусындаған жандар да рухани әлемнің биігін бағындырмас бұрын ең алдымен өзінің кім екенін пайымдап алуға міндетті. Пайғамбар хадисі бойынша адам өзін тану арқылы жаратушы иесін таниды. Құран кәрімнің хикметтері бүгінге діни аңыздар жанрында жетті. Оларды оқи отырып әркім өзінше тағылым алады. Алайда осы рухани қайнар бұлақтың бастауына сіз ғасырлар бойы қалыптасқан төл дүниетанымыңыз арқылы ғана қол жеткізе аласыз. Осы арқылы әр адам өзінің кім екендігін, әр халық өзінің мәдени өзегінің қандай екенін әлемге паш етеді. Өзін өзі таныған халық өзін де өзгеге мойындата алады. Өзіне деген сенім де осы дүниетаным негізінде күшейеді. Өзін мойындатқан тұлға мен өзін танытқан халықтың мерейі қашанда үстем. Осы түйсіктің негізінде қазақ даласында да белгілі бір дәстүрлер мен ережелер желісі қалыптасып, тамыр жайғаны анық. Ал парасат пен пайым байыпты болғанда ғана салт дәстүр, әдет ғұрып өміршең бола алады. Оны қазіргі тұрмыста қолданыста жүрген салт дәстүрлерден анық көріп отырмыз. Алайда кейбір дәстүрлерден алшақтап бара жатқанымыз да рас. Бұл ретте барды құнттап, жоғалғанды түгендеудің жөні бөлек. Сондықтан да таным төркінін бүгінгінің көркіне айналдыруға бағытталған бұл жинақтың қадамы үлкен. Өйткені бұл қадам түйсіктің желісін іздеп, танымның тамырын тануға септігін тигізеді. Қазір көнекөз қариялар азайып, ертегі мен аңыз айтатын қазыналы ата-әжелердің саны сиреді. Осы тұрғыдан алғанда бұл жинақ дер кезінде жасалған игі шаруа деп айтуға әбден лайықты. Соңғы кезде еліміздің ғылыми зерттеу институттары тарих пен әдебиетті зерттеу үшін ауызша деректерге сүйеніп, түрлі жобалар шеңберінде үлкен жұмыстар атқаруда. Батыста, шығыста дін мен дәстүрді ұштастыруға талпынған сәтте жарық көрген бұл жинақты академиялық зерттеу жұмыстарының бағытында атқарылған іс ретінде қарастыруға әбден болады.
әрбір қазақ отбасы дүние есігін ашқаннан бұл пәниден көшкенге дейін өміріне мағына беру үшін сан түрлі салттар мен ырым-тыйымдарды орындайды. Алайда кейбір жөн-жоралғылардың қайдан келіп шыққандығын көбіміз біле бермейміз. Алдағы уақытта осы кітапты оқи отырып, көптеген ырым-тыйымдар мен жөн-жоралғылардың шығу тарихы мен себептерін біліп қана қоймай, келешек ұрпаққа аманаттауға бәріміз бірге ат салсамыз деп ойлаймын. Ғалия Қамбарбекова, шығыстанушы, филология ғылымдарының кандидаты.